Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен өте керемет рецептпен бөліскім келіп тұр. Бұл пицца 5 минутта дайын болатын. Шын мәнінде 5 минутта дайын болады. Илеу қажет емес, оп-оңай дайындалады. Және пиццаның қамырын жасаймыз. Ол үшін ыдысқа 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Оның үстіне 2 қасық майонез саламыз. Енді осының барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырған кезде бір келке қалыпқа келу керек. Енді оның үстіне қасықтап ұн саламыз. 9 қасық ұн саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің қамырымыз дайын қамыр. Қамырымыз Аладдиннің қамырына ұқсас болып келеді. Құймақтың қамыры секілді созылмалы болып тұрады. Қамыр дайын деген сөз. Ал енді пиццамызды жасап бастаймыз. Ең алдымен табамызға пергамент төсеп аламыз. Енді үстіне қамырымызды саламыз. Қамырды салған соң оны жайып шығамыз. Менің табам үлкендеу, ал сіздерден табаларыңыз кішкентай болса 2-ке бөліп пісірсеңіз болады. Сонда 2 пицца шығады. Осылайша қамырымызды жақсылап жайғастырып болғаннан кейін үстіне кетчупымызды саламыз. Және оның үстіне майонез салсаңыздар да болады. Екеуін араластырамыз. Кетчупты негізі арнайы кулинарный кисточкамен жақсаңыздар болады. Егер ол болмаса, осындай лопатамен де жақсаңыздар болады. Немесе қасықпен де жақсаңыздар болады. Достар, мінекей осылайша барлық жеріне кетчуп пен майонезімізді осылайша асықпай барлық жеріне бір келкетіп жағып аламыз. Осы кетчупымыз негізі өте дәмді. Маған осы кетчуп өте қатты ұнайды. Осылайша аскөгімізді турап аламыз. Енді үстіне жіңішке етіп туралған тәтті бұрышымызды саламыз. Туралған қызанағымызды саламыз. Сонында үкіштен өткізілген ірімшігімізді саламыз. Пицца салмасын өзіңіз қалауыңызша колбаса, көкөніс қоссаңыз болады. Тұздалған қияр салуға болады. Барлығы өзіңіздің фантазияңызға қарай. Тіпті сізде піскен ет немесе фарш болса, оны да салуға болады. Салмасы өз қалауыңызға қарай. Тіпті қолыңыздың астында не бар, сол бармен жасауға болады. Бұл пицца өте тез әрі өте оңай жасалады. Және де өте дәмді болып шығады. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де видеом сіздерге ұнап жатса, келесі видеомда тура осындай пицца жеңіл әрі тез пісетін пиццалардың 4 рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеомды соңына дейін қарап, және де келесі видеомды өткізіп алмаңыздар. Енді табамызды қызып тұрған пешке саламыз және 5 минутта піседі. Бірақ бұның барлығы сіздің табаңызға байланысты, сіздің плитаңызға да байланысты. Мысалы, менде газ духовкасы өте тез пісті. Піскен, піспеген тексеріп көрсеңіз де болады. Онда вилкаменен қамырдың шетінен көріп қарасаңыз болады. Ол сұйық болып тұрмау керек. Қамыр сияқты болып тұрады. Міне осылай салып бірнеше бөліктерге кесіп жіберсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын.